Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мәдениет саласы қызметкерлеріне арналған мәдени ландшафт 2019 жобасы іске асуда. Жобаның бір бағыты Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында өткен жыл директоры 2019 облыстық байқауы. Оған қала мен барлық аудандағы мәдени демалыс орталықтарының директорлары қатысты. Директор десе көбінесе осындай жайлы креслода отыратын адам елестейтіні жасырын емес. Бұл қалыптасып қалған стереотипті мәдениет саласының басшылары жоққа шығарды. 4 кезеңнен тұратын байқауда бақ сынап, заман талабына сай жаңашыл директор қандай болуы керектігін көрсетті. Демалыс орталығының директорының осы 2019 жылдың ақпан айынан бастап атқарып жүр. Әсіресе осы мәдениет саласында қызмет жасап жүрген азаматтарға өте қажет. Енді мақсат мәдениет қызметкерлерінде бір ғой. Алдағы уақытта осы мәдениет арқылы қазағымыздың тарихын, салт дәстүрін, жаңағыдай рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жаңғырту, дамыту. Барлық мәдениет үйлерінің директорлары сынға түскен байқаудың шешуші кезеңіне 6 адам өткен. Олар Жәнібек, Теректі, Жаңғала, Қаратөбе, Шыңғырлау және Сырым ауданы мәдени ошақтарының басшылары. Сайыста әр қатысушы өз ауданында іске асып жатқан тың жобаларын таныстырды. Әр мерекелік шараның басы-қасында жүретін директорлардың көрермен көңілінен шыға білу шеберлігі сыналды. Осы салада 32 жылдан бері еңбек ететін Шыңғырлау мәдениет үйінің директоры да жастардан қалыспай өз тәжірибесімен бөлісуге дайын. Енді осы жерде ең үлкен директорлардың ішінде ең үлкеніміз. Осы сайысқа түсіп жатқанымыз өте жақсы деп ойлаймыз. Қазіргі уақытта директор жан-жақты болу керек қой. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орайластырылған байқау өңірде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Егер бұрын мәдени демалыс орталықтары команда болып сынға түссе, биыл тек директорлар шеберлік байқасты. Көптеген басшылар жұмыспен шауып жүреді. Мысалы үшін директорлар конкурсқа әншілер байқауына әншілерін жібереді, бишілер байқауына бишілерін өздері тыс қалып қояды. Өздері бір сахнаға шықсын, өздері өздерінің өнерін халықтың алдына, елдің алдына алып шықсын деген мақсатта. Біреу ән айтуы мүмкін, біреу жаңағы әдемі көркем сөз оқуы мүмкін. Басшылықпен жүргенде көбі артта сырылып қала береді де, екінші планда. Мынау енді бүгін өздерін бір қайтадан форма дейді ғой, формасына келсін, әнін айтсын, көркем сөзін оқысын, биін билесін деген бағытта ұйымдастырылып жатыр. Мәдени мұраны сақтап, ұлттық құндылықтарды дәріптеуде сала қызметкерлерінің рөлі айрықша. Сондықтан шарада мәдени ландшафт 2019 жобасы аясында үздік музей, ауыл аймақтардағы мәдени ошақ қызметкерлері түрлі аталымдар бойынша марапатталды. Жеңімпаздарды өңір басшысының атынан облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов құттықтады. Бір жылдан кейін осы екінші рет біз соны өткізіп отырмыз ұйымдастырып. Бұл шараның тағы да бір жаңалығы пайда болды. Бұл жыл директоры деп аталады. Оның мақсаты біз мына басшылық деңгейдегі менеджерларымыздың сақадай сай болып, мына жаңа заман талабына сәйкестігі, оның дұрыс ұжымын ұйымдастырып, бүкіл мына материалдық, техникалық, басқа да озық технологияларды қолдану арқылы өнерді көтеру негізгі түп мақсаты. Сондықтан да сондай бір директорлардың жаңа легін анықтау. Байқау нәтижесінде жыл директор аталымымен 150 мың теңге ақшалай сыйлықты Сырым аудандық мәдени демалыс орталығының басшысы Серік Тоқмамбетов жеңіп алды. Қалған қатысушыларға 50 мың теңге сертификат пен дипломдар табыс етілді. Гүлжан Аюпова, Ербол Медғалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.